Осы түн тағдыр жазылады. Кімге қалай жазылады? Осы түнде адамдар тұрып не сұрайды, солай жазылады. Ассалаумағалейкум қазақтарым. Көптен бері тиіспей жүрем жарқынға. Көптеген дүмше молдалардың ішінде кішкене ептеп болсын білімі бар ма деп. Бірақ бұл да алышып бара жатқанға ұқсайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде былай дейді: Аллах тағала бүкіл әлемді, бүкіл ғаламды жаратпай тұрып, 50.000 жыл бұрын бүкіл әлемнің тағдырын өзінің кітабына жазып қойған дейді. Кітаптың аты лаухул махфуз болады. Бұл дегеніміз біздің ғана емес, мына жануарлардың, жындардың ғана емес, бүкіл әлемнің жаңа атом мен электрондардың, протондардың айналысына дейін бәрін жазып қойған кітабына. Тағы бір хадисте айтады: қалам көтеріліп тұр, сиясы кеуіп қалған дейді. Бұл деген өзі тағдырымыздың бәрі жазылып қойылған, өзгертуге келмейді, сиясы кеуіп қалған деген сөз. Сондай-ақ Құранды оқысаңыздар, Құранның көптеген аяттарында Алла тағала мына предопределение дейді, Алла тағдыр туралы. Жақсылықта, жамандықта Аллахтан тағдырдың бәрін жазылып қойылған, оны ешкім өзгерте алмайды. Сендер сондықтан ренжімеңдер дейді, егер бастарыңа іс түссе дейді. Сондықтан да тағдырымызды біз ешқашан өзгерте алмаймыз. Тағдырға сену ол Аллахқа сенумен бірдей. Сондықтан да мұндай шатпырақтарға сенбеңіздер, тағдырымызды өзгертеміз деп. Дұға, кейбіреулер айтады, дұға жасаған тағдырды өзгертті деп. Жоқ, сол дұға жасағанның өзі тағдырға жазылған. Біздің осы күлетініміз, жылайтынымызға дейін Аллах айтады Құранда: сендердің жылататында, күлдіретінде менмін дейді. Сондықтан да көп ойламай, тағдырға сеніп, Аллахқа серік қоспай, шірк жасамай, Аллахтың құлдарының бірі болып жүре беріңдер.